Жақсы, қайырлы күн достар. Сұрағымызды жалғастыра берейік. 12-ші сұраққа келдік. Бірінші нұсқаны талдап жатырмыз. Алла қаласа енді бір 18 сабақ қалды. 17 сабақ қалды. Содан кейін бірінші нұсқамызды аяқтайтын боламыз. 12-ші сұрақтың жалпы Рахман бұлағы орналасқан таулы аймақ. Енді бірден білу керек, Рахман бұлағы ол бізде Шығыс Қазақстанда. Мына жерден негізгі 4 жауап міне. Баянауыл болсын. Баянауыл Павлодарда, Іле Алатауы, Алтын Емел және Шарын ол біздерде Алматыда. Демек бізде дұрыс жауап болады. Жалғыз ғана Шығыс Қазақстанда ол Алтай. Дұрыс жауап демек болады. Енді шын кітапта өзге де жерлерде кездеседі. Рахман бұлағы туралы талқылау. Рахман бұлағы немесе Рахман қайнары дейді. Енді немесе Рахман көлі деген секілді. Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданындағы шипалы жылы су көзі. Енді қайнар деген немесе қайнар бұлақ дегенмен түсінікті. Негізінен 1925-36 жылдары курорт болған. Одан кейін 1960 жылдан бастап қайта жұмыс істеп бастады. Не ретінде ұлттық парк ретінде. Жалпы қорғауға алынған объектілерді былай бөліп қарастырсақ болады. Қорықтар 100% қорғалған. Адамның кіруіне тыйым салып тастайды. Жануарларын көрсетпейді, өрсін айтқанда. Екіншісі қорықшалар. Қорықшалар ол 100% емес. Ол жерде ғылыми эксперименттер жасалады деген секілді, яғни зерттеулер болады деген секілді дүниелер бар. Одан кейін үшіншісі ұлттық саябақтар. Ұлттық саябақтар кәдімгі қарапайым халықтың келіп, қарап, сол жерде демалуына болатын туристік аймақтар ретінде қарастырамыз. Енді Рахман қайнары немесе Рахман бұлағы өте қасиетті, суы қасиетті, яғни өрсін айтқанда жазып қойыпты. Құрамында гидрокарбонаттар, натрий, кальций, тағы да басқа элементтер бар деп бірнеше ауруларға ем болады деген секілді. Яғни судың асты, яғни тұшы, яғни судың астынан жердің астынан шығып тұрғаннан кейін сондай бір өзінің емдік қасиеті бар. Жалпы енді не үшін Рахман қайнары деп айтқан болсақ, сол жерде бір аңыз бар екен. Абдырахман деген есімді кісі, кезінде аңшы болған, сол жердегі күнделікті аңшылығына шыққан уақытта бір маралды атады. Маралдың лағын атады. Сол лағын сол Рахман бұлағының басына барып, суын ішкеннен кейін жазылғанын көреді. Жарасынан тоқтап, қан тоқтап, солай бір емдік шипасын көргеннен кейін соны ауылдарына апарып сөйтіп ауру адамдарға сөйтіп емдеген екен дейді. Содан бастап енді Рахманның бұлағы, Абдырахманның бұлағы деген мағына. Ол Рахман деген сонымен қатар ол біздің Алланың көркем есімдерінің бірі. Одан кейін кеттік екінші сұрақ. Жалпы енді басқа объектілер туралы тоже мәліметтер берейік. Баянауыл бізде Павлодарда, яғни Баянауыл ауылдық округі орталық жатады, яғни Павлодар облысында Баянауыл ауданының ішінде. Жалпы енді Баянауыл туралы негізгі мәлімет осы. Алдағы уақытта Баянауыл ұлттық паркі келсе, оған жеке бір тақырып арнайтын боламыз. Жалпы Павлодар аймағында екенін білу жеткілікті деп ойлаймын әзірге. Одан кейін Іле Алатауы бізде Алматыдағы тау. Ең биік жері Талғаршыны, Талғаршыны биіктігі 4970, яғни 5 километрге жуық. Тянь-Шаньның бір бөлігі, өте әдемі жер. Егер Алматыға барсаңыздар, міндетті түрде тауға шығыңыздар. Осы Іле Алатауына барасыздар. Бұл бізде екі мемлекеттің ортасында, Қырғызстан мен Қазақстан жерінің орталығында орналасқан. Жалпы енді осы Іле Алатауына бізде Алматы өзендері, үлкен және кіші Алматы өзендері бастау алады. Бұл жерде ең ірі мұздық бар, Корженевский мұздығы.
ұзындығы 4-7 километр. Бұл Корженевский мұздығы Қазақстандағы ең ірі мұздық. Және де осы негізгі айтар мәліметіміз Іле Алатауына байланысты. Жаттап алатын дүние немесе Алматы Алатау жаттап алыңыз, солай ыңғайлы болады. Тянь-Шань сонау Шымкент жерінде де бар. Мысалы Қаратау жоталары Шымкент жерінен басталып, толықтай оңтүстік шығысымызды толығымен алып жатқан таулардың бірі ғой. Одан кейін енді Алтын Емел ұлттық паркі. Алтын Емел деп тұрды арғы бетте сұрақты. Алтын Емел енді ол Әншіқұм түбі, яғни бұл жер жаңа айтып кеткендей Жетісу Алатауының оңтүстіктерінде арасында орналасқан ұлттық саябақ. Жалпы енді Алтын Емелге тоқталатын болсақ, бұл жерде шөлдері көп, және де бұл Жетісу Алатауының сілемдері, яғни Іле өзенінің оң жағалауында Қапшағай бөгенің солтүстік бөлігінде орналасқан. Ең сирек кездесетін табиғат ескерткіштің бірі Әншіқұм. Яғни міне көрсетіп тұрамыз осылай. Бұл енді Әншіқұм төбесі туралы жел соққан уақытта әуендер шыққанына байланысты Әншіқұм деп аталған дегенде деректер бар. Жалпы осындай енді флора фаунаға бай екендігі көрсетілген. Және де негізгі мәліметтер ретінде осыны жазып алсаңыздар болады. Және бұл бізде ұлттық саябақ Қапшағай мемлекеттік аңшылық шаруашылығы негізінде 1996 жылы құрылған. Жалпы саябақ туралы негізгі мәліметтер осы ретінде, ішіндегі ең қатты ең тада келіп жүрген сұрақ осы ғой. Әншіқұм орналасқан ұлттық саябақ деген кезде Алтын Емел деп белгілейсіздер. Бесінші бізде Шарын шатқал болды. Шарын шатқал дейміз каньон, географиялық атауы. Жалпы Шарын өзенінен 154 шақырым бойда жатқан табиғи нысан, тоже Алматыда. Алматы облысында деп айтайықшы, Алматы қаласында емес. Алматы қаласынан 200 километр жерде шамамен міне Алматы қаласынан 195 километрдей шығысқа қарай орналасқан. Жалпы 2004 жылғы 23 сәуірінде Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының құрамына кіретін объект ретінде қарастырылған. Шатқалдың ішінде бірнеше шатқалдар толып тұр, яғни Ақтоғай шатқалы, Көктоғай шатқалы, Ұзынбұлақ алқап шатқалдары, Арал шатқал, Темірлік шатқалдар деген секілділер бар. Енді шатқал бізде жер бедерінің ерекше формасы, шынымен де бұл жерде кезінен мына жерде қарайтын болсаңыздар, мастодонт, яғни көне заманда өмір сүрген піл-тектес хайуандар, пілдер, мүйіз тұмсықтар мен жылқылардың, қасқырлардың сүйектері табылған екен, қызық мәлімет ретінде. Бұл шатқалдың суреттері, егерде мүмкіншілік болса, қараңыздар, өмірлеріңізді саяхаттаңыздар, бүкіл жаратылыстың ішіндегі көркем жерлерді барынша саяхаттап өткізуге тырысқан жақсы. Себебі саяхаттау арқылы емделесіздер деген дүние бар. Көп рахмет. Алла қаласа 13-ші сабақты талдайтын боламыз.